Төртінші айда 10-ға толатын күн. Анам маған робот алып беремін деді. Ал әкем маған видеоролик алып беремін деді. Ал әжеме қарап едім, ол бейтаныс әже біздің үйде біраз болды тұрғанына. Ол маған ештеңе демеді, біраз күлді, күлімсіреді. Мен ол кісіден шошып кеттім. Өзі қорқынышты түрі деген. Бірақ мен саған бірдеңе беремін деді. Бірақ айтпаймын деді. Ата-анам оның бетіне межелеп қарап тұрды. Менің де туған күнім келді. Бәріміз тойлап жаттық. Бәрі сыйлықтарын берді. Мен бірінші ана сыйлықты ашып көріп едім. Кітап болды. Біраз қарап тұрып едім. Көзім қарайып кетті. Сосын кейін мен талып қалдым. Көзімді ашсам, әжеге анам ұрсып тұр. Ал әже маған қарап түрін осылай істеді. Мен шошып кеттім. Түнде мен ұйықтап жаттым. Біреу мені оятты. Көзімді аштым, жаттым, тұрып едім. Ұйқымды аша алмай тұрдым. Сосын кейін бұрышқа қарап қалып едім. Біреудің көлеңкесі тұр екен. Шашы жалбыраған, как будто бір бостан сияқты. Мен айғайлап жібердім. Көзі қызыл болып жанып маған қарай келе жатты. Мен айғайлай бердім, тоқтамадым, не істерімді білмедім. Шыңғырып тұрдым. Ол сөйтсем әже екен. Мен қатты шошыдым. Бұл сонда біздің үйге кіріп кеткен мыстан ба деп. Сосын мен қашып бара жатыр едім. Ол менің қолымды ұстап қалды да осылай қарап тұрды. Мен қатты терлеп шошып кеттім. Оның қолында бірдеңенің тұрғанын көрдім. Мен роботымды оның бетінен лақтырып қалдым. Сосын ол талып түсті де мен қашып кеттім. Ата-анам полицияға звондады. Полиция келіп ол әжені алып кетті. Оның қолында пышақ бар екен. Ол мені өлтірмекші болыпты.